Сәлем достар. Бүгін бізде One Piece мангасының 1139-шы тарау тау жегіш. Вана еліндегі оқиғалар жалғасуда. Ямато өз саяхатын тоқтатпай, қасиетті жерлерді аралап жүр. Бұл жолы ол Они баласының Инари ғибадатханасына саяхатты. Бірақ бәрі тыныш емес. Қарсыласқан екі жұп ұсталып қалғаны туралы хабар тарады. Ал сахна төрінде айбатты жауынгер. Қолында қылыш, айналасында қорқынышты атмосфера. Бұл жаңа қауіп пе? Әлде Вана жеріндегі тағы бір құпия ма? Яматоның сапары енді ғана басталды. Келесі беттерде бізді үлкен оқиғалар күтіп тұр. Біз бастаймыз One Piece мангадағы оқиғаны айтуды. Екінші бет. Оқиға жалғасады. Қамал маңындағы іздеу әлі нәтиже бермеді. Кілттің қайда екені белгісіз. Келесі сәтте біз Зоро, Луфи және Намиді көреміз. Олар талқылап жатқан тұтқын Локи. Оны босату ауыр қылмыс болып саналады. Нами алаңдап не болды деп дауыстайды. Зороның ойы екі түрлі босатпау туралы ойланып келеді. Уайымдама деп жауап береді. Ал Луфи әлі нақты шешім қабылдамаған, бірақ әрекет етуге дайын. Топ Локиді босатамыз ба, жоқ па, соны шешудің алдында тұр. Ал бұл шешім үлкен оқиғалардың бастамасы болуы мүмкін. Үшінші бет. Оқиға қираған сарайдың ішіне ауысады. Бұрынғы патшаның ізі қалған бұл жер енді бос, үнсіз. Қызыл кілем төселген, нағыз тақ залына ұқсайды. Бірақ айналада ауыр шайқастың іздері көрінеді. Төбеден бастап қабырғаларға дейін бәрі қираған. Бұл жерде бір кездері қатты ос болғаны анық. Кенет назар еденге түседі. Тақтың алдында белгісіз таңба жатыр. Бұл жай белгі ме? Әлде жасырын құпияның кілті ме? Бұл таңба жұмыртқа бас аралында болған бір оқиғаны еске түсіреді. Төртінші бет. Нами көне кітаптағы мәліметті еске түсіреді. Бұл белгі сиқырлы шеңберге ұқсайды дейді ол. Бірақ ол не үшін керек? Басқалары да таңырқап, шимайларға ұқсайтынын айтады. Кенет күмән күшейеді, олар мұнымен шынымен жындарды шақырды ма? Бірі білмейтінін айтса, енді бірі кейбір елдерде дәл осындай шеңберлер жын шақыру үшін қолданылатынын түсіндіреді. Қорқыныш күшейеді. Мұндай нәрсе патша сарайында қалай пайда болған? Луфи мен оны бір жерден көрдім дейді, бірақ есіне түсер емес. Біреу тіпті оны жын айтты ма деп үрейленеді. Осы сәтте біреу Мугивара Луфи деп атын айтады. Нами, Рот қатты қорқып тұр. Ендеше бұл не? Өлгендердің рухтары ма? Олар бізге келген бе? Жауабы әлі белгісіз. Ал жұмбақ шеңбер бәрін үрейге салуда. Бесінші бет. Рот мұнда қалуға болмайды. Қашайық, әйтпесе жын ішімізге кіріп алады деген